Әпке, мен сондай бір көзімнен жас шықпайтын қатыгез адаммын. Шығарып жатсаңыз, бір тірі жетімнің әңгімесі деп білерсіз. Жоқшылық, шарасыздық, кекшілдік бәрі қосылып, қажытып жібереді кейде. Осы жолымның болмағандың бәріне әкемді кінәлі санап келем. Сенесіз бе? Менің көзімнен жас шықпайды. Қанша жылағым келсе де жылай алмаймын. Бала кезде жүрекке түскен жара еш жазылмайды екен. Не істесем болады? Әкем атағы шыққан шопан болған екен кезінде. Үйдің тұңғыш қызы болғандықтан мені қара қызым, дара қызым деп қайда барса да жанынан тастамай жүретін. Ана мектеп бітіргеннен кейін оқуды бітіріп, К700 трактор айдап жүріп әкеммен танысқан екен. Екеуі үйленген соң үй шаруасын істеп қайта жұмысқа шықпапты. Әкем 7 ағайынды, ауқатты отбасының баласы, ал анам қарапайым отбасынан шыққан жан еді. Үйдің үлкені әкем болғандықтан қара шаңырақты қалған 6 келін қалаға көшіп кеткен көрінеді. Өкіметтің қойын баққанмен жекеменшік үйірі жылқы, қора толы қарамал болған екен. Атағы шыққан шопан болғандықтан әкем сыйлы да құрметті азамат болған. Сол бақты көтере алмай жас кезінде достарымен аздап ұрттап жүріп, қалай ішкілікке салынғанын өзі де байқамай қалды. Менен кейін 2 ұл туып берді анам. Соңғы баладан кейін белгісіз бір ауруға шалдығып, бет әлпетіне ісік пайда болып, дәрігерлер нақты диагноз қоя алмады. Емшілер жағалап жүргенде ауруы асқынып, анашым ауруханаға түсті. Ол кезде мен 1-ші сыныпқа барып қалғанмын. Анам бір үйде болса 2 ай ауруханада болады. Дәл сол жылдары еліміз тәуелсіздік алып, өте бір қиын заман басталып еді. Әкем жұмыссыз қалып жекенің малын бағып, әбден ішкілікке салынып кетті. Баяғы үйір мал бар кезде үйден шықпайтын ағайынның бәрі теріс айналды бізден. Анам байғұс ден сау кезінде құрты бар ма, майы бар ма, қазысы бар ма, қымызы бар ма бәрін түгелдеп беріп отыратын. Сол күйбең тіршіліктен өзін ұмытып мына дертке шалдыққан екен ғой. Анам ауырған кезде сол жақсылығының бәрі ұмыт болды. Мен интернатта жатып оқыдым. Қазы-қарта алып кетіп жүрген 6 ағайын мен ата-әжеміз тұрғанда мен интернатта жатып оқуыма тура келді. Басым бетеп кетсе, жырқылып айқайлап, аяқ қолымды басып отырып шашымды ұстарымен алып тастайтын. Үлкендер жататын кроватқа байлап қойып сабайтын қыздар. Сол кезде мен кіп-кішкентай қызбын ғой. Сол кішкентай кезімнен адамдардың қатыгездігін көре бастадым. Анам бар кезде әкем онша арақ ішпейтін. Ол кездері менен бақытты адам жоқ еді ғой. Кейін анам ауруханаға түскен соң әкем үйдегінің бәрін араққа сатты. Баяғы қора-қора малды ағайындар таласып алып кетті. Қу кедейге айналдық. Нанға ақша таппасақ та араққа ақша тауып келетін. Сол қуарақтың кесірінен ауру анама қол көтеретін. Анама соққы тимесін деп құшақтап, арқама талай соққылар тиген. Міне содан кейін мен тас жүрекке айналдым. Өкіріп жылап, алақан жайып әкеме өлім тілеген кездерім болды. Содан үйге арақ ішуге неше түрлі еркектер келетінді шығарды. Мен бауырларымды алып, қораға барып тығылып, ұйықтайтын едім. Баяғы фермадан ауылға көшіп келгенбіз. Біреудің құлағалы тұрған ескі үйінде тұрдық. Үйге бүкіл ауылдың алқаштары жиналатын. Олардан қашып, ата-әжеміздің үйіне барсақ, жарытып тамақ бермек түгілі, көгерген нан беріп, ала көздермен қарағанда, сәби жүрек қайда барарын білмей, ауылдан алысқа ұзап кетіп, шапандалада өкіріп жылап келетін едім. Сөйтіп ашқырсақ қайтып қораға барып ұйықтайтын едік. Бір ағайыны әкемнің арағын қойдыруға көмектесіп тырыспады. Бауыр болып жандар ашмады. Ондай ағайынның барынан жоғы. Саны бар сапасы жоқ адамдар қатарында мен үшін. Мектепке барды деген атақ қана, анда-санда бір барам. Оқушылар маған жеркене қарайтын. Маңыма жоламай өздері бөлек ойнайтын. Бір күні қазақ тілі сабағы болды. Ол кезде 5-ші сыныпқа барып қалғам. Қазақстан деп жаз, деді қазақ тілі апай. Қолыма енді борды ұстап жаза бергенімде апай айғай басалды. Осыдан қате жазсаң,
келесі сыныпқа өтпейсің. Басың биттеп кішкентай сыныптың қасында жүресің дегенде қолым қалтырап, әрең жазғам сол сөзді. Сол мұғалімнің сөзі жүрегіме қалай қадалғанын білесіз бе? Ішімнен жылап тұрып, бір бейшара адам екен ғой, неге өліп қалмай тірі жүрмін деп ойладым сол кезде. Алладан анам сауығып кетсінші деп ұйықтар алдында тілек тілеп жатты ғой сәби жүрек. Анам әлсіреп төсек тартып жатқанына қарамай, әшіп келіп әкіреңдеп, басқа ел аламын деп жүріп арманына жетті. Әкем, анам да өзің біл. Бірақ мына босағадан менің өлігім шығады деп жатты. Бұндай жағдайға анамның жалғыз ағасы шыдай алмай, нағашы апаммен келіп, анамның қарсығына қарамай көтеріп алып кетті. Нағашылар мекені. Жүрегіме жылу берген алтын ауылым, адамдары да жайдары жылы жүзді. Бұл жаққа келген кезден бастап алтын мектебім, сыныптастарым, апайларым бәрі мені баурап алды. Бүтін ауылдың бәрі мейірімді жандай. Мені бауырларына басып, менен жиркенбей, ойнауға іздеп келіп, бәріміз бірге доп ойнап, қасқарая үйге қайтатынбыз. Анам сол қалпы бір жыл жатты, қасынан шықпайтын едім. Ән салғанды ұнататын. Біздер бала болып шулап кетсек, айқайлап, ән салса отыра қалып үйіп тыңдайтын едік. Анам мені әдеби кітаптарға ғашық қылған адам. Қасында көп отырып, кітап оқып беретін едім. Тұйық, ойпырмая. Қап, содан. Әрі қарай не болыпты деп оқыған сайын тамсанып тыңдайтын. Анам қызыққан сайын мен қызыға оқитын едім. Бала болып көшеге шығып қуыршақ ойнамадым. Оған ренжімеймін де, өкінбеймін де. Тек анам сауығып кетсін деп тілеумен болдым. Сол жатқаннан анам оңалмады. 40 жасқа жетпей, бізді тастап ақтық сапарға кете барды. Анам қайтқанда шашым ағарып кетті. Жүрек қатты. Әкені әкел құқығынан айырды. Анамды желегенде басы салбырап келді. Сол кезде қаным басыма жауып оған қарай атылдым. Неге сен өлмедің? Деп айқайладым. Анам өлгенше сен өлуің керек еді ғой деп жағасына жабысқанымда нағашыларым құшақтап ұстап қалды. Анам ауырып жатқанда бір абысыны бір келіні келіп көмек қолын созбайтын. Ең болмаса бір шайын жасап бермейтін. Ал әкем тұрақсыз. Білмеймін қанша ел алғанын. Оны көрмек түгілі атында естігім келмейді. Менің өз отбасым бар, тұрмысқа шықпаймын дейтін едім. Жастықпен тұрмысқа қалай шығып кеткенімді білмей қалдым. Өзімнен 9 жас үлкен біреуге тез салдым. Басында отырсам опақ, тұрсам сопақ болып күн бермейтін. Енем үйге қонақ келсе, кет бар, сенің жұмысың ошаққасы мал қора деп айқайлайтын. Байға тиген осында екен деп 7 жыл оларға қарап ауыз ашпадым. Сен кімге керексің, тұл жетім деді бір күні енем. Ызадан жүйкем сыр беріп, қарқылдап күлдім сол кезде. Бірақ сол күннен бастап, ешкімге ешқашан ақталып, есеп бермеймін деп, өз-өзіме серт бердім. Сол күннен бастап өз-өзімді қорғап үйрендім. Анам сияқты момын болмаймын дедім іштей. Қазір Аллаға шүкір отбасым бар, шағын ғана үйіміз бар, 2 ұлым бар. Бірақ қыз тумадым. Аяғым ауыр кезде іштей қыз тумасам екен дейтінмін. Маған бірдеңе болып қалса қыздарым мен сияқты жыламасыншы деп қыз туғым келмеді. Бірде бар, бірде жоқ ел қатарлы өмір сүріп жатқан жайымыз бар. Сол бойы жоғары оқу орнын оқи алмадым. Қазір ең төменгі жалақыға жұмыс жасаймын. Оған да шүкір деймін. Бір күні барғым келмесе де бауырымның тойына баруға тура келді. Арада 10 жыл өтіпті. Әкемді сол жерде көрдім. Шетіп келіп, құшақтағысы келіп еді көзбен атып, жолама дедім. Өкіріп шылап жіберді. Жанымда ашымады. Қасымда жолдасым бар еді. Не деген қатыгез адамсың, басылсаңшы. Әкең емес пе деп ол ренжіді. Сен араласпа дедім бір ауыз сөзбен. Әкем тізерлеп, кешірім сұрады өкіріп. Жоқ дедім. Кет құры. Көзіме көрінбе деп бұрылып кеттім. Сол бойы қайрылмадым. Балаларымды да көрсетпедім. Қазір қаузаған шал дейді. Көрмедім. Көргім де келмеді.
Ол кешірім сұраса да кешіре алмаған күнәһармын. Анамның зиратын құшақтап жылап кетеді екен. Тір кезінде қадірлемеген өлген соң өкінгеннен не пайда? Маған әкемнің, ағайын туыстарының безбүйректігі жаныма батқаны соншалық ата-әжеміздің өлігіне де бармадым. Тағы бір есімнен кетпейтін оқиғам қыз сайы болатын. Сонда бір кісі астық беремін деп әкемнің екеумізді қақаған қызды жіберді сол үйге. Ол кезде анам ауруханада жатқан. Содан тетелес бауырымыз екеуміз шанамен ауылдың бір шетіне шықтық. Көмек берген үй шанаға толтырып астық салып берді. Інім алдын сүйреп келеді. Мен артынан итеріп келем. Қапшық сырғып жерге түсіп кетіп, оны қайта-қайта шанаға көтеріп, салып әбіржіп келеміз. Бір қарасам, інім қолын тоңнып деп тоқтай берді. Ол 5-ші сынып, мен 7-ші сыныпта едік сол кезде. Жыртық-жыртық болса да, өз қолғабымызды ініме кигізіп, өзім алдына шығып сүйреп келем. Ызадан жылап келе жатсам да, інім көріп қоймасын деп жеңіммен сүрте бердім. Бетім мен қолым ашып шыдатпай барады. Әрең дегенде үйге жетіп, пешке жылынып отырып, қолыма қарасам, қып-қызыл болып, ісіп кетіпті. Жаны жоқ сияқты, ештеңе сезбейді. Бір кезде қышыды, одан кейін ашыды. Сол түні мамамды ойлап ұзақ жылап жаттым. Жылда жаңа жыл сайын мына бір оқиға есіме түседі. Сол 5-6 сынып болармыз. Ал оқушылар жаңа жыл келе жатыр. Қағаздан сумка жасаңдар деді мұғаліміміз. Еңбек сабағында бәріміз жасап жаттық. Ол кезде сыйлық салатын әдемі пакеттер жоқ еді ғой. Бәрін қолымызбен жасап сыртына жаңа жылмен деп жазып қоятынбыз. Содан жаңа жыл кеші басталды. Бәрі әдемі киініп алған. Сол мектепте немере ағапаларым да оқитын. Маған бейшара көздерімен қарап қасымнан өтіп кететін. Туған ағайындылардың балаларымыз ғой әйтпесем. Ешқандай қамқорлық танытпай, тіпті танымайтын адамдай шешелерімен бірге жүретін. Аяз ата шығып бәрінің атын атап сыйлық таратып жатыр. Ал мен есіктің қасында тұрдым. Мені шақырмайтынына сенімді едім сол кезде. Ол сәбижекпен сезіп тұрмын бәрін. Үстімде жасыл шемпір, қара белдемше. Әлі есімде барлық балалар мәз болып жатыр. Мен артқа шегініп барып, сыртқа шығып кеттім. Ұзын коридорда жүріп келем. Апельсин мен алманың иісі мұрынды жарып барады ғой шіркін. Көзіме жас келіп қалғанда сүртіп жіберіп. Алла, тек анашым сауығып кетсінші. Маған ешқандай сыйлықта керек емес деп аспанға қарап, алақанымды жайғаным есімде. Жылда осы оқиға есіме түседі. Сонда басымнан сипайтын бір мейірімді жан табылмаған ма деймін де. Қазір мысалға қайныларымның балаларына өліп өшіп тұрамыз ғой. Сол кезде мына жеңгелеріміз қалай шыдап отырған деп таңғалам. Жағдайлары жоқ болса бір жөн, өте ауқатты жандар еді ғой. Әкем мен бауырларына, ата әжемізге деген кекшілдік ішімді қысып жіберді ме білмеймін. Сол кісілер қайтыс болғанда да бармадым, араласпадым. Аллам өзі кешірсін мені. Бірақ бұндай кекшіл болып ауыр жүкті арқалап жүруде өте қиын екен. Көзімнен жас шықпайды. Бір айдалаға барып айқайлап жылағым келеді, бірақ жылай алмаймын. Ішімде бір шықпай тұрған түйін бар сияқты.